Баршаңызға сәлем достар. Бауырымен жылжып қозғалуға көлемді заттарды тұтасымен жұтуға бейімделген жыландар жайында айтамыз. Байланыста мен бейбіт. Бұл ерекше тіршілік иесі көпшілікті тек қана қорқыныш пен үрейді тудыратыны рас. Десек те жыландар қауіптен бөлек өзінде көптен қызықты әрі таңғалдырар дүниені жасырады. Бүгін біз жыландар жайында көбі біле бермейтін мәліметтерді айтатын боламыз. Қазіргі таңда ғылымда жыландардың 3631 түрі белгілі. Сол белгілі жыландардың барлығы да жыртқыш болып келеді. Олар Антарктида, Жаңа Зеландия, Исландия, Ирландия және Атлант мұхитының кейбір кішкентай аралдарына басқа барлық жерде мекендейді. Әлемдегі шамамен 725 түрлі улы жыландардың ішінде тек 250 ғана адамды бір шаққанда өлтіре салады. Ал әлемдегі ең улы жылан тайпан макоя деп есептеледі. Осындай бір жыланның шаққаны 100 адамды немесе 250 мың тышқанды өлтіре алады. Оның уы кобраның уынан 180 есе мықтырақ болып келеді. Барлық жыландардың уы көздің артқы жағындағы арнайы бездер арқылы өндіріледі. Ол негізінен ақуыздар, амин қышқылдарыдай май қышқылдары мен ферменттерден тұрады. Көптеген жыландардың түрлері адамдар үшін мүлде қауіпсіз. Оның үстіне олар кеміргіштер, ұшқандар мен құстардың популяциясын бағалап, экожүйедегі теңгерімді ұстап отырады. Табиғатта екі басты жыландарды кездестіру өте ағын құбылыс. Мұндай жыландар бір жұмыртқалы егіздердің дамудан бастапқы кезеңінде толықтай бөлінбей қалуына байланысты пайда болады. Бірақ екі басты жыландардың жабайы түрі табиғатта ұзақ өмір сүре алмайды. Себебі екі бас бір-біріне жиі агрессивті болады және оларға қай бағытқа қозғалу керектігін шешу қиын. Жыландар өзіне қолайсыз жағдайда ұйқыға кетуі мүмкін. Сондай-ақ олардың қабағы мөлдір болады және үнемі жұмылуы тұрады. Жыландарда сыртқы және оңтағы құлақ, сондай-ақ құлақ жақтары жоқ. Бірақ олар тербеліске, яғни вибрацияға өте сезімтал. Сондықтан жер арқылы өтетін дыбыстық толқындарды жақсы қабылдайды. Таң қалатын жай, жыландарда қуық жоқ, несеп тікелей клакаға түседі. Жыландардың өсу қарқыны қартайған сайын баяуласа да, олар өлгенге дейін өсе береді. Тағы бір қызықты мәлімет, жыландарда танауы бар, бірақ иісті сол арқылы сезбейді. Жыландар иісті аяқ тілінің көмегімен сезеді. Олар қоршаған ортадағы бөлшектерді жинап, ауыз қуысында талдайды. Ал бас сүйегінің ерекше құрылысты жыландарға өзінен әлдеқайда үлкен жемтікті жұтуға мүмкіндік береді. Жер бетіндегі табылған ең үлкен жылан Титана боа. Ол 60 миллион жыл бұрын өмір сүрген. Оның ұзындығы 15 метрге, салмағы 1 тоннаға дейін жеткен. Қазіргі таңдағы ең ірі жыландар питондар мен анакондар. Олардың ұзындығы 7 метрге дейін барады. Ал әлемдегі ең кішкентай жылан ұзындығы 10 сантиметрге жететін Лептотофилопс карле. Ерекше жыландардың бірі. Брамизис лепон жыланы. Бұл тек қана ұрғашылардан тұрады. Оның ең басты ерекшелігі ұрықтанбаған жұмыртқадан көбеюі. Гиннестің рекордтар кітабына сәйкес, әлемдегі ең жылдам жылан сағатына 16 шақырым жылдамдықпен қозғалатын қара мамба. Көптеген жыландар жұмыртқалау арқылы көбейеді, бірақ кейбірі тірі тұлады. Бұл көбінесе суық климатқа байланысты. Бұл фото Нигерия елінің
бір ауылында түсірілген. Жергілікті тұрғындар бұл алып питон малды жеп жүр деген оймен оны өлтірген. Бірақ ішінде жұтылған мал емес, көптеген жұмыртқалар болған. Сол күні ауыл тұрғындары жылан жұмыртқаларына тойған екен. Балықтар жылы қанды жануарларға қарағанда жыланды сезбейді. Сондықтан теңіз жыландардың уы құрлықтағы жыландарға қарағанда күштірек болады. Дегенмен олардың уы адам үшін аса қауіпті емес. Себебі теңіз жыландары уды өте аз мөлшерде бөледі және тек өзін қорғау үшін ғана шабуылдайды. Жыландардың көптеген жұптасқан ағзалар дененің ішінде орналасқан және олардың біреуі әрдайым екіншіден алдыңғы орнына тұрады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының бағалауы бойынша жыл сайын 100 мыңнан астам адам жылан шаққаннан қайтыс болады. Бірақ бұл жыландарды жаппай Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының бағалауы бойынша 100 мыңнан астам адам жылан шаққаннан қайтыс болады. Бірақ бұл жыландарды жаппай өлтіруге себеп болмауы керек. Ең бастысы, абай болып жылан шаққан жағдайда не істеу керектігін білу. Арнамызға тіркеліп, лайк басып, комментария жазып, достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Сіздермен мен Бейбіт. Қош, сау болыңыздар. Йоу!